Сәлеметсіңдер ме, балалар? Жаратылыстану сабағын бастайық. Сабақтың тақырыбы қалай дұрыс тамақтану керек. Бүгінгі сабақта сендер дұрыс тамақтану жолдарын білетін боласыңдар. Зиянды тағам түрлерімен танысасыңдар. Адамдар не үшін тамақтанады деп ойлайсыңдар? Тамақтану өмір сүруге, денсаулықты және жұмысқа қабілеттілікті сақтау үшін қажет. Тамақтану адамның өмірлік қажеттілігі болып табылады. Тағам бізге энергия, күш-қуат береді, дамуына ықпал етеді. Ал оны дұрыс пайдалана білсе, денсаулықты нығайтады. Әр халықтың ұлттық тағамдары болады. Суреттегі барлық тағам түрлерін ата. Сен олар туралы не білесің? Қалай дұрыс тамақтану керек? Қазақтың дастарханын бауырсақсыз, құртсыз, майсыз, етсіз елестету мүмкін емес. Ал мынау өзбек халқының палауы. Өзбек халқының палауын бәріміз білеміз және жақсы көреміз. Ал мынау Италия халқының ұлттық тағамы пицца. Пицца жұқа қамырдан әзірленеді, ішіне түрлі ірімшік пен ет тағамдары салынады. Ал мынау татар асханасының тәтті чак-чагы. Ал Франция халқы үшін ұлыдан асқан тағам жоқ. Дұрыс тамақтану бұл адам денсаулығының негізі. Ол қоршаған ортаның түрлі жағымсыз әсеріне ағзаның төзімділігін арттырады. Дұрыс тамақтану адамның денсаулығына пайдалы. Әрдайым уақытылы тамақтану керек. Артық тамақ жеу денсаулыққа зиян. Асты асықпай, жақсылап шайнау қажет. Ғалымдар адамның денсаулығына пайдалы азық-түлікті көрсету үшін тамақтану пирамидасын ойлап тапты. Бұл пирамида сатыларға бөлінген. Ең көлемді және негізгі бірінші сатыға дәнді дақылдар, нан, макарон өнімдері жатады. Осы сатыдағы өнімдер күн сайын тұтылуы керек. Екінші сатыдан көкөністерді, жеміс-жидектерді көріп тұрмыз. Олар пайдалы тағамға жатады. Пирамиданың үшінші бөлігінен ет, балық, жұмыртқа, сары май мен өсімдік майларын көріп тұрмыз. Олар да адам ағзасы үшін көп пайдасы бар. Жоғары деңгейлі сатыға тәттілер, газдалған сусындар, жылдам әзірленетін тағамдар жатады. Яғни олар зиянды тағамдар. Балалардың дені сау болып өсу үшін қандай тағамдар қажет? Пайдалы тағамдарға ет және балықтан жасалған тағамдар, жұмыртқа, сүт өнімдері, ботқалар, жеміс-жидектер мен көкөністер, жаңғақтар жатады. Газдалған тәтті сусындардың құрамында қант өте көп. Жылдам әзірленетін тағамдардың құрамында түрлі дәмдеуіштер болады. Олар адам денсаулығына зиян келтіреді. Қазіргі күнгі балалардың сүйсініп қабылдайтын асына айналған фастфуд, чипстер, газдалған сусындарды үнемі қабылдау ағзада дәрумендер, темір, кальций тапшылығына әкеледі. Ал мынау қандай сусын? Бұл қымыз, жылқы сүтінен алынатын қышқыл сүт өнімі адамның денсаулығына өте пайдалы. Адам ағзасының өсуі мен дамуы үшін пайдалы тағамдарды қолдану керек. Ал өзін жиі тұтынатын азық-түлікті пирамида сатыларына қалай орналастырар едің? Ойланып көр.
тексерейік. Бірінші сатыға нан, ботқа және макарон орналастырамыз. Екінші сатыға орам жапырақ, сәбіз және алманы қойып қоямыз. Ал үшінші сатыға жұмыртқа және ет кетеді. Ал ең жоғары сатыда не тұрады? Дұрыс, тәттілер. Олар адам үшін өте зиян. Дұрыс тамақтану денсаулық кепілі. Дұрыс тамақтанатын адам көп ауырмайды. Көңіл күйі жақсы, жұмысқа қабілеті, оқуға қызығушылығы артады. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сабақ түсінікті болса, көк алманың суретін сал. Сұрақтарың қалса, сары түсті алманың суретін сал. Егер сабақ түсініксіз болса, қызыл түсті алманың суретін сал.